Үйдегі тыныштықтың, түсіністіктің ең негізгі қағидаларының бірі сырттағы адамдармен қалай сыпайы және жақсы мәміледе болсақ, дәл сондай мәміленің жанұя ішінде болуы. Сыйластық болған үйде бақ-береке болады. Ертеде бір жас жігіт отбасы ішінде қалай бақыт пен тыныштық орнатуға болатынын іздейді. Адамдар оған пәлен ауылда бір шал мен кемпір бар, білсе солар біледі бақытты тұрмыстың сырын. Өйткені олардың ұрысқанын, бір-біріне дауыс көтергенін әлі ешкім көрген емес дейді. Жас жігіт әлгі айтылған үйге барып, амандасып, хал-жағдай сұрасқаннан кейін үй иесіне келген себебін айтады. Қарт кісі дастархан басына қонақты жайғастырып отырғызады. Кемпір дастарханға бір қауын алып келеді. Қарт кісі қауынға бір қарайды да кемпіріне: «Ханым, бұл қауын онша піспегенге ұқсайды, ауыстырып әкелесің бе?» дейді. Кемпірі жарайды деп қауынды кері әкетіп, тағы бір қауын алып келеді. Қарт кісі: «Бұл да болмады, тағы басқасын көрші» дейді. Кемпірі жарайды деп тағы да алып кетеді. Қарт кісі келген қонаққа: «Кемпірім онша таңдай алмаса керек, кеттік, бірге барып таңдап көрейік» деп екеуі бірге ас үйге кіреді. Ас үйге кіргенде бір ғана қауын тұрғанын көреді. Қарт кісі қонаққа қарап: «Отбасы бақытының сырын түсіндің бе?» деп сұрайды. Жас жігіт: «Түсінбедім» деп жауап қатады. «Балам, үйде бір ғана қауын бар еді. Мен білетінмін, біреу ғана екенін. Менің білетінімді кемпірім де білетін. Мен қауынды алып кетіп басқасын әкел дегенімде, жарайды деп әкетіп, дәл сол қауынды қайта алып келді». «Ей шал, сен алжығанбысың? Үйде бір ғана қауын бар. Не айтып тұрсың?» демеді. «Мен бір нәрсе айтқанымда әйелім қарсы шықпайды. Дереу айтқанымды орындайды. Ол да бір нәрсе айтқанында мен де оның көңіліне қалдырмаймын. Сол себепті ұрыс керіс болмайды. Отбасы бақытының сыры осында. Бір күн ұрыс болған үйден 40 күн періштелер қашады. Сол үшін отбасы бақытын сақтай білуіміз қажет». Отбасының бақыты мен тыныштығы сыйластықта, қарағым.